Үкімет отырысында білім және ғылым министрі Аслан Саринжипов Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу заң жобасы жөнінде баяндама жасады. Онда білім министрі бастауыш сыныпты бітірген бала да ұлттық тестілеу тапсыратынын жеткізді. 2016 жылдан бастап бастауыш, негізгі және бейінді мектептерден кейінгі ұлттық тестілеу енгізіледі. Бастауыш мектепте оқушылардың оқудағы жетістіктерін анықтау мақсатында, негізгі мектепте оқушылардың бағытын айқындау мақсатында, бейімдік мектепте алынған білім мен дағдының деңгейін бағалау мақсатында. Мұндай тосын жайтқа дайын емеспіз деген педагог мамандар бұл жүйені енгізу үшін біраз дайындықтың керек екенін алға тартады. Еліміздегі кез келген мектепте оқушы да бастауыш сыныптан кейін ұлттық тестілеу тапсыруға қауқарсыз дейді ұстаздар қауымы. Біздің қазіргі жағдайымыз базалық тұрғыдан, баланың өзінің жеке даралық ерекшелік тұрғысынан, сондай-ақ педагогикалық психологиялық даярлықтан өтпей, ұбт-ны жаппай жүргізу өзіндік қиыншылықтарын алып келеді. Ал педагог психолог Ұлмекен Болатқызы баланы тестілеу жүйесімен емес, басқаша жолдармен бақылауды қолға алған жөн деп есептейді. Себебі ұлттық тестілеудің атының өзі балаға үрей береді дейді. Кішкентай балаларға, 9 жастағы балаларға тест бақылау ретінде емес, оны танымдық, шығармашылық бір бейне ретінде, шығармашылық руханилық құндылығын арттыруға, шығармашылық көзқарасын қалыптастыруға, немесе танымдық ойын қалыптастыруға бағытталған басқаша формада өткізсе, мен оны құптар едім. Баласы бірнеше жылдан кейін бастауыш сыныппен қоштасатын Әлия Рамазанова небәрі 9-10 жастағы баланың ұлттық тестілеу үшін алаңдаған қаламайтынын айтады. Ата-ана ретінде қарсымын. Себебі бұл әр ата-ана біледі, өзін бітіріп жатқан баласын мысалынан өте психологиялық тұрғыдан өте қиын нәрсе екен. Сонымен 2016 жылға жоспарланған бастауыш сыныптардың ұлттық бірыңғай тестілеуі ақылы толықсып буыны қатпаған бала үшін тиімді жақтарынан гөрі тиімсіз жақтары басым деген мамандар бұл мәселені қайта қарау керек деп түйді. Ал нақты шешім тек алдағы уақыттың еншісінде қалмақ. Ақбота Мұсабекқызы, Юрий Проводин, Қазақньюс, Алматы.